Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың дәмділігінің құпиясы оның қамырында. Өте жұмсақ және дәмді. Бұл торт менің тапсырысқа жиі жасайтын торттарымның бірі. Бүгін сол рецептпен жасайтын боламыз. Ыдысқа жұмыртқаны салып, миксермен сәл көпіршігенше араластырамыз. Егер сізде планетарлы миксер болмаса, оның орнына қол миксерін қолдансаңыз болады. Миксерді тоқтатып, қоюлатылған сүтті қосып араластырамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Сәлден кейін жұмсақ майды саламыз. Ең соңында електен өткізілген ұн мен разрыхлительді салып араластырамыз. Арасында миксерді тоқтатып, шетіндегі араласпай қалған ұнды лопаткамен түсіреміз. Шикі қамырымыз дайын, консистенциясы қатты қою емес, сұйық та емес, видеода көрсетілгендей орташа болуы керек. Қамырды төртке бөліп, пергамент қағазы төселген противенге біркелкі қылып жайып, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште қызарғанша пісіреміз. Пісу уақыты қамырдың қалыңдығы мен сіздің духовкаңызға байланысты. Ең бастысы күйдіріп алмай, пешке көз қырыңызды салып отырсаңыз болды. Торттың қамыры дайын. Енді кремін жасайтын боламыз. Миксердің ыдысына творожный сыр, майлылығы 33% болатын кондитерлік сливки және қант ұнтағын салып араластырамыз. Ескерту: сливки міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан суық болуы керек. Әйтпесе араластырып жатқанда іріп кетуі әбден мүмкін. Ал творожный сырдың массасы тығыз болғандықтан, керісінше бөлме температурасында болғаны жөн. Жұмсақ болған сайын тез еріп, жақсы араласады. Арасында миксерді тоқтатып, ыдыстың түбіне жабысып қалған кремді лопаткамен араластырамыз. Креміміз дайын. Енді тортты жинауға кірісеміз. Кез келген ыдысқа қамырды қойып, тортқа ерекше дәм беру үшін үстіне салма салып, жұқа етіп жаямыз. Мен құлпынайлы кули қолдандым. Егер кулидің рецебі керек болса, осы видеоның астына рецебін қалдыратын боламын. Кремді 5 бөлікке бөліп, бір бөлігін салып, тегістеп жаямыз. Осылай 4 рет қайталап жасаймыз. Кремнің 5-ші бөлігін тоңазытқышқа алып қоямыз. Ол бізге ең соңында керек болады. Тортымыз бір-біріне сіңу үшін тоңазытқышқа бірнеше сағатқа немесе бір түнге қойып қоямыз. Мен тортты бір түнге қалдырдым. Жаңа ғана тоңазытқыштан алып шықтым. Алдымен торттың шеттерін кесіп алып тастаймыз, содан кейін бірнеше бөлікке бөліп кесеміз. Мен пышақты ыстық суға малып отырып кесемін. Сонда торт әдемі және біркелкі болып кесіледі. Бағанағы алып қойған кремімізді кондитерлік мөшекке салып, әдемі насаткамен торттың бетін әсемдейміз. Құлпынайлы кули тортқа ерекше дәм беріп қана қоймай, сонымен қатар тортты әдемі қылып көрсетіп тұр.
Осымен сүтті қыз атты тортымыз дайын, өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Егер видео сізге ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.